сөзін кейде орындай бермейміз ғой. Кейде айтамыз ғой, әке шешеміз көп сөйлетіп қойса, енді қазір қашанғы звондай береді дейсің, бір рет шыдаймыш. Немесе әке шешеміз кеп қалса, енді қашанға дейін жүреді дейсің, бір күн кетеді ғой. Сәл сабыр қылайыншы. Ал әке шешеміз біз кетеді ғой, өледі ғой, немесе көзі құриды ғой деп сабыр қылған жоқ. Өссінші, өнсінші, өмір сүрсінші деп бізге сабыр қылған еді ғой. Ал енді сол әке шешені риза қылатын бір тәсіл бар екен да, бауырлар. Ол әке шешені риза қылатын нәрсе жаманат келтірмеу екен ғой. Атаңа рахмет деген сөзді естірту екен ғой. Мынау кімнің баласы? Мынау бір азамат жігіт қой. Мынау қандай алтын қыз, мынаны қандай шеше тәрбиелеген десе, сол бата олардың жүрегін тыныштандырады екен ғой.